Сәлем достар! Кейбір адамдар жай толқуларсыз және кейбір ерекше әрекеттерсіз өмір сүре алмайды. Әрине, бұл сіздің ортаңызда бар шығар. Немесе сіз өзіңіз үшін керемет нәрсе ұйымдастырғанды ұнататын шығарсыз. Мысалы, күтпеген жерден жақын арадағы тауда таңертеңгілік кездесуге барыңыз, немесе мұзды су қоймасында шомылыңыз. Бірақ бүгінгі бейнематериалда біз сіздер үшін бүкіл әлемді таңғалдыратын ерекше жағдайлардың нағыз жанкүйерлерін жинадық. Олардың жазбалары таң қалдырады. Кейбірі тіпті рекорд иелерінің өміріне қауіп төндіреді. Олай болса, олар туралы жақынырақ білейік. Сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Бейнемізді бастамас бұрын арнаға төменде тұрған қызыл подписация батырмасын басып, жанындағы қоңыраушаны басуларыңызды ұсынамыз. Ал арнамызға жазылған бұрыннан көретін көрермендер болса, әдеттегінше лайктарыңызды басып, соңына дейін көріңіздер. Ендеше кеттік. Кристоф Рехаге. Егер сіз серуендегіңіз келмесе және А нүктесінен Б нүктесіне дейін таңдасаңыз, онда сіз ең қысқа маршрутты таңдауға тырысасыз. Бірақ Кристоф емес. Бұл таңғажайып адам Пекиннен туған елі Германияға жаяу баруды шешті. Кристоф сапарын 2007 жылдың 9 қарашасында 26 жасында бастады. Тек бір жылдан кейін 2008 жылдың 12 қарашасында бітірді. Ол Гоби шеуілін кесіп өтіп, құмды дауылға түсіп, жылу мен суықтан зардап шекті. Көптеген жабайы және тасталған жерлерге барды. Әртүрлі адамдармен кездесті және сонымен бірге рух күші мен оң көзқарасты жоғалтпады. Бір жыл ішінде ол 4646 шақырым жүріп өтіп, сол уақыт ішінде сақал мен шашы бір шамаға ұзын болып өсті. Саяхат кезінде Кристоф камераны пайдаланып, онымен болған өзгерістерді мұқият түсірді. Өкінішке орай немесе бақытымызға орай, жігіт өз жоспарын орындай алмады. Бір жылдан кейін ол белгілі бір тәжірибе жинап, сапарын дәстүрлі түрде аяқтауды шешті. Ол өз саяхында The Longest Way атты өз кітабын жазды. 4646 шақырым Қытайдан еліне жаяу қайтты. Ал видео өзінің жолдағы жүріп өткен жерлерінің көрінісі. 2009 жылдың көпті таң қалдырған ең вирусты видеосы ретінде Time журналында жарық көрді. Мэтью Ан. Гиннестің рекордтар кітабынан рекорд авторы Нью-Йорк метросының пойызына қарағанда жылдамырақ болды. Рекордшы Мэтью Ан Нью-Йорк метросының барлық 469 станциясынан өтіп, тарихқа өз атын жазды. Бұл жолы үлкен алма тұрғыны метрополитен пойызымен жылдамдыққа жарысты. Мамандығы бойынша заңгер, бос уақытында жазбалар жасауға тырысады. Метроға деген сүйіспеншілігі үшін және оны айналып өту үшін Мэтью қазірдің өзінде метро энтузиасттары деген лақап атқа ие болды. Осылайша 26 жастағы американдық бұрын Гиннестің рекордтар кітабынан еніп, Нью-Йорктегі барлық 469 метро станциясында ең жылдам өтіп, бар жоғы 21 сағат, 28 минут, 14 секундта жүріп өткен. Үлкен алма тұрғыны мұнымен тоқтаған жоқ. Интернеттегі Джеймс Хептон Стальдың Лондон метросына қарсы бақталасқан жерінен шабыттанып, Ан өз ортасында осындай ерлікке қол жеткізуді шешті. Мэтью Чембер стрит станциясында көліктен түсіп, Парк Пойл деп аталатын келесі станцияға жетіп, платформадан шыққанға дейін сол пойызға қайта түсу керек еді. Сонымен бірге американдық YouTube-те орналастырылған видеоны түп нұсқалық жолмен өңдеді. Көрермендер бұл жарысты көруге ыңғайлы болу үшін екі бөлікке бөлінді. Сол жақта жас жігіттің вагонның жолаушылар бөлімінен көрінісі. Ал оң жақта жүгірушіге алдын ала камера жасауға мүмкіндік беретін бірінші көрініс бар. Нәтижесінде чемпион тапсырманы жеңе білді. Айта кету керек, жарыс барысында жас жігіт 5 тұрғын үйді қамтыды, ал бекеттер арасындағы қашықтық 0,3 миль темір жолды құрады. Reddit әлеуметтік желісінің парақшаларында осы видеоға байланысты скандальдық пікірлер пайда болды. Оның басты мағынасы МТА көлік басқармасы басқаратын Нью-Йорк метросының пайдаланушылардың пікірінше жеткілікті жылдам емес екендігі. Федор Конюхов. Бұл керемет адамның өмірі қауіпті оқиғалар мен қызықты кездесулерге толы. Эверестке көтерілу, бүкіл әлем бойынша жалғыз жүзу, әуе шармен ұшу. Бұл батыл саяхатшының барлық экспедицияларының толық тізімі емес. Федор өзінің алғашқы теңіз саяхатын 15 жасында жасады. Ол өз бетінше әкесінің кемесінде Азов теңізін жүзіп өтті. Федор Филиппович Хоников барлық экспедициялар туралы оның саяхаттар кезінде ашық жаңалықтары бір күннен артық уақыт алады. 1977 жылы Федор Конюхов Тынық мұхитындағы яхта сапарына қатысты.
Федор Филиппович қатысушы ғана емес, сонымен қатар Витус Беринг мұхитының солтүстік бөлігінен өтетін сапардың ұйымдастырушысы болды. 2013 жылға 22 желтоқсанда Конников порттарға кірмей, ескек қайықпен Канададағы Тынық мұхиты арқылы өту үшін жолға шықты. Саяхат 160 күнге созылып, 2014 жылдың 31 мамырында аяқталды. Бұл Тынық мұхитының континенттен континентке екінші ротамен бірінші рет өтуі болды. Сонымен қатар, Конников порттармен көмекке қоңырау шалмай, катер кемеде жалғыз жүзудің ең жақсы нәтижесін көрсетті. Осындай сапардың ең ұзағы 273 күн болды. 2017 жылғы 9 ақпанда аэронавтика бойынша спорт шебері Иван Минелломен бірге ол толықтай ыстық әуе шарында Бимбанг премиум ыстық әуе шарында үздіксіз ұшу уақыты бойынша әлемдік рекордты орнатты. Ұшу 55 сағат 15 минутқа созылды. 1000 километрден астам қашықтықта артта қалды. Бұл көрнекті саяхатшы теңізші зерттеушінің планетамызды зерттеуге қосқан үлесі зор және төтенше жағдайлар кезінде адамның мүмкіндіктері қаншалықты жоғары екендігіне тағы бір дәлел. Конников әлемнің 7 шыңы бағдарламасын орындаған, жер бетіндегі барлық материктердің ең биік нүктелеріне шыққан алғашқы адам десек те болады. Алекс Хоннольд. Еш сақтандырусыз жарты шақырымдық қабырғаға жалғыз өзі өрмелейтін жас альпинистің тарихы. Жай ғана еркін көтерілістер, ол үшін кейінірек өмірдің мағынасына айналған баспана түріне айналып кетті. Хоннольд туралы үлкен жаңалықтардың бірі, оның Йосемит ұлттық паркіндегі үштік тәжді еш сақтандырусыз жеке жүгіруі болды. Алекс қиын маршрутта шамамен 18 сағатта өткізді. Уоткинс шыңына дейінгі оңтүстік бет, Эль Капитан тауындағы еркін шабандоз және солтүстік батыс бағыттағы жарты күмбезді маршрут. Маршруттардың жалпы ұзындығы 2000 метрден астам еркін өрмелеуді құрады. Тек бірнеше учаскеде Хоннольд қосымша сақтандыру нүктелерін қолданды. Маршруттардың кейбір учаскелер 7С санатына жетті. Бұл санат көптеген альпинистер үшін төбе болып табылады. Алекс бір ғана әрекет жасады және аяғының астында бірнеше жүз метр болды. Шын мәнінде, кез келген сәтте сіз өліп қалуыңыз мүмкін деген сезім белайсыз көтерілудің ең аз себептерінің бірі болып табылады. Көптеген адамдар бұл адамдарды есі ауысқан деп санайды. Бірақ егер олар ауырып қалса, немесе шалыс қадам жасаса, олардың спорттық мансабы ертерек аяқталады. Алекс өзінің алғашқы биіктігін ерте балалық шақтан бастады. Алекске жартасқа шығуға деген сүйіспеншілігін бөліспейтін әкесі белгі бермей, 10 жасар ұлын альпинистік қабырғаға апара бастады. Ол оған қарсылас бола бастады. Жартасқа өрмелеуге қатты қызығушылық танытқан Хоннольд кітаптармен оқуды ұмытпағаны, орта мектепті үздік дипломмен бітіріп, колледжге түскені таң қаларлық. Алайда инженердің керемет болашағы 18 жастағы спортшының жоспарына кірмегені анық. Әкесінің қайтыс болуы оның өмірін түбегейлі өзгертті. Автокөлікті анасынан алған Алекс өзінің туған жері Берклиді тастап, ол жаққа қайта оралмауды шешім қабылдады. Алғаш рет ол Калифорнияға сапар шегіп, сол жерде өзінің алғашқы еркін маршрутына көтерілді. Алекс Хоннольд, кәсіби альпинист. Менің серіктесім болған жоқ. Бейтаныс адамдармен сөйлесуге батылым бармады. Менде ешқандай сыйлық болған жоқ. Мен жалғыз көтерілуді бастадым және біртіндеп мұны жақсы және керемет жасадым. Бүкіл Американы аралап жүріп, жас жігіт өзі үшін жап-жаңа бағыттарды ашты. Тіпті еркін өрмелеудің ескі тұрғындарын да өзінің жеңілділігімен таң қалдырды. 2008 жылы Хоннольд фамилиясы бүкіл әлемге жайылды. 83 минут ішінде Алекс Юта штатында Монлис Бөттерс 7С маршрутын өтті. 5 айдан кейін 23 жастағы спортшы халықаралық даңққа ие болған әйгілі Half Dome бағытын сақтандырусыз өтеді. Алекс кенеттен пайда болған тау демеушілерінен алынған алғашқы төлемдерін ұйықтайтын орынмен және кішкене ас үй плиткасымен жабдықталған жаңа фургон үйін сатып алуға жұмсады. Барлық жаңалықтар таспаларында Алекс Хоннольдтың келесі ақылсыз көтерілісі туралы хабар пайда болса таң қаларлық емес. Алайда бұл болмаса да, Алекс өзін тек бір әрекетті қолданатын ең жас және қорқынышты спортшы ретінде әлемдік альпинизм тарихына мәңгі енгізді. Лучано Баетти. Валетрийдің 70 жастағы психолога профессора Лучано Баетти әлемдегі ең білімді адам ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енген. Білімге деген құштарлығының арқасында Гиннес рекордтар кітабына Баетти екінші рет еніп отыр. Ол бірінші рет 2002 жылы болды. Сол кезде оның жинағында 8 диплом болған. Жоғары оқу орындарымен қарым-қатынас қиындықтан басталды. 1974 жылы Лучано Баетти Римдегі Ла Цаппина университетінде өміріндегі алғашқы емтиханын сәтсіз аяқтады.
Рекордшының өзі мойындағандай, дәл осы сәтсіздік оған үлкен ынталандыру болды. Оны ғылым гранитін тістеуге қатты итермеледі. 15 жылдан кейін Лучано өз кабинетінің ең көрнекті жеріндегі тұрған дипломдардың санын 2 есе көбейте отырып, өзін-өзі асыра алды. 70 жасында профессор әртүрлі салаларда 15 дәрежені қорғады. Лингвистикадан педагогикаға дейін, әлеуметтанудан заңтану, философиядан физикаға дейін, географиядан саясаттануға дейін. Ваитти шынымен де өзінің өмірін оқуға арнағанмен, оны кітап құрты және жалғыз қасқыр деп айтуға болмайды. Бұл үлгілі студент әрдайым өз отбасына, тіпті волонтерлық қызметке де уақыт табады. Профессордың айтуынша, өзі бірнеше біліктілікті арттыру курстарына қатысады. Үй шаруашылығына қиындық туғызбау үшін, ол әдетте түнгі уақытта, таңғы сағат 4-тен 6-ға дейін дайындалады. Осындай алуан түрлі білімі бар. Басқалармен қатар бірден бірнеше мәртебелі мемлекеттік марапаттардың иегері болып табылатын Лучано өз білімін ең күтпеген жерлерде қолдана білді. Мысалы, ол университетте психологиядан сабақ берді, дене шынықтыру мұғалімі, парашют, әскерлердің жоғары шенді офицері болды, тіпті Қызыл Крестте қызмет етті. Соңғы трофей. Ол Неапольдегі беделді университеттен алған туризмді басқару саласындағы магистр дәрежесін Лучано бәрінен мақтан тұтатын болды. Бірақ бұл оған тым ауыр болды. Дәстүрлі тәсілмен қорғалған 14 дипломнан кейін ең қиын нәрсе қашықтықтан оқуға бейімделу болды. Бұл менің ұрпағымның адамдарын қабылдау үшін өте алыс, дейді Лучано. Оқудың арқасында ол миды үнемі жаттығуларда ұстауға мүмкіндік береді. Алайда барлық ықтималдықтар бойынша 15-ші қыртыс Ваитти үшін соңғысы болады. Профессор оған бұрынғы кездегідей жиналыстан ақпарат алу қиынға соққанын мойындайды. Сондықтан бір бөлікті бірнеше рет қайта оқып шығу керек, дейді. Карл Мельцер 2016 жылдың 18 қыркүйегі жексенбі күні таңертең күн шыққан кезде ультрамарафоншы Карл Мельцер Грузиядағы Спрингкер тауына көтеріліп, Аппалачи соқпағынан ең жылдам өткен адам болды. 48 жасында американдық ультрамарафоншы Карл Мельцер әлемдік рекорд орнатты. Ол 3500 шақырымдық таулы жаяу жүргіншілер жолы Аппалачи соқпағын 45 күн, 22 сағат 38 минутта еңсерді. Мельцер соңғы 85 мильді аяқтау үшін мәре алдында түні бойы жүрді. Карл әйгілі ультрамарафоншы Скотт Юрек қойған алдыңғы нәтижені шамамен 10 сағатқа жақсартты. Карл Мельцер кәсіби ультрамарафоншы, планетадағы ең көп 100 мильдік жүгірістердің жеңімпазы. Мельцер 48 жаста ультрамарафондар арасында керемет рекордқа ие болды. Соның ішінде 100 мильдік арақашықтықты 38 рет жеңіп алған. Сондай-ақ ол Hard Rock 100 күрделі ультрамарафонын 5 рет жеңіп алды. Бұл Мельцердің Аппалачи Трейл рекордын жаңартуға жасаған үшінші әрекеті болды. Алғаш рет ол 2008 жылы барлық маршрутты жүріп өтіп 54 күн жұмсады. Ал бір сәтте ол бір апта бойы байланысқа шықпады. 2014 жылы Мельцер 2400 шақырымды жүріп өтіп, жарақатына байланысты қашықтықтан кетуге мәжбүр болды. Жаттығу кезінде Мельцер тәулігіне шамамен 75 шақырым жерді қатты және таулы жерлерде жүріп өтті. Саяхатшылар мен туристерге арналған Аппалачи соқпағындағы саяхат уақыт шамамен 6 айды құрайды. Бірақ Мельцер оны осы уақыттың 4-тен бірінде аяқтады. Ол және оның командасы бұл бастауға мұқият дайындалды. Олар 6 күн бойы Аппалачи соқпағының ең қиын учаскелерін зерттеп шарлады. Карлдың өзі сенімді. Оның жеңісінің сыры тек жаттығуда емес. Міне, оның спортта және өмірде ұстанатын қағидалары бар. Өзін-өзі бақылау. Алғашқы бірнеше күнде мен энергияға қанық болдым. Маған жылдамдық өте баяу болып көрінді. Мен тезірек жүгіре алатын едім және маған үдеу керек болды. Бірақ мен әр уақытта жоспарды орындауға тырысып, өзімді тоқтаттым. Өйткені мұндай үлкен қашықтықты еңсеру үшін күш жеткіліксіз болуы мүмкін. Мен де сол қағиданы күнделікті өмірде ұстануға тырысамын. Ережеге қайшы келетін сәттерде өзіңізді басқарып, уақытында тоқтап тұруды үйрену өте маңызды. Түзетуге болатын нәрсеге көбірек назар аударыңыз. Сапардың жартысына жуық жолында менің аяғым мені мазалай бастады. Мен бұл жердің менің проблемалы жерім екенін білдім. Бірақ мен бұл туралы көп ойланған сайын, мен үшін соғұрлым нашар болатынын түсіндім. Содан кейін мен өзімнің жағдайымды жеңілдететін нәрселерге шоғырлана бастадым. Мен баяу жүгірдім, көбірек тамақтануға және демалуға тырыстым. Қабынуға қарсы дәрі қабылдадым. Біраз уақыттан кейін маған шынымен оңай болды. Мен басымды негативті ойлармен толтырмай, қалай әрекет ету керектігін үнемі ойладым. Әрине, әрқайсымыздың өмірімізде қара жолақтар бар, бірақ қиын жағдайды шешу үшін қандай да бір әрекет жасаған сәтте мәселенің өздігінен жоғалады. Жарыс кезінде мен жиі шаршап, тіпті депрессияға ұшырадым.
Бірақ болғаннан кейін мен өзімнің командамен сөйлесу мүмкіндігін іздеп, олардың маған тигізген көмегі үшін алғыс білдірдім. Олардың қалай жұмыс істейтінін түсіндіру қиын, бірақ бұл шынымен де көмектеседі. Өте қиын нәрседе жұмыс істеген кезде сіз үнемі позитивті болуыңыз керек. Кез келген жағымсыз ой нәтижені нашарлатады, дейді Мельцер. Ашрита Фурман. Рекордтар саны бойынша Гиннестің рекордтар кітабының рекордшысы. Ашрита Фурманның қазірдің өзінде Гиннестің рекордтар кітабына енген 103 рекорды бар. Оның ішінде көбісі өте қиын, немесе қауіпті жағдайларда орнатылған жазбалар. Сондай-ақ ғаламшардағы ең экзотикалық орындарда жасалған. Қазір ол Гиннестің 20-дан астам Фурман секіру, серуендеу, хула-хуптың айналуы, жоңғылик, тепе-теңдік және тағы басқа көптеген нәрселерге маманданған. Кейбір жазбаларында Ашрита керемет төзімділік пен жылдамдықты көрсетті. Мысалы, Амазонка өзеніндегі су астында 3 сағат 40 минут бойы пого стикпен секірді. Сол секіртпемен 16 миль қашықтықпен Жапонияның Фудзияма тауының етегіне көтеріліп, Массачусетс штатындағы Пол Ревер жолмен бүкіл ұзындығы бойынша 12 мильден өтіп, 1 сағат ішінде 4495 терең тізебіге келе отырып, 129 километрден асып, басына бір бөтелке сүт алып кетті. Сондай-ақ 24 сағат ішінде ол 130 мың рет арқанмен секіруді орындаға ойнау, мәреге 1 миль қашықтық, яғни 1609 метр және лақтырушыдан шамамен 5 метр қашықтықтан 1 минут ішінде жүзімнің максималды мөлшерін ауызбен аулау. Ашрита чипті қуып, Малайзия астанасы Куала-Лумпур халықаралық әуежайының еденінің тегіс бетінде басқа чипті басып озған рекордтық уақыт 26 минут 25,8 секундты құрады. 1 минут ішінде ауызмен ұсталған жүзімдіктердің саны 68 дана болды. Алдыңғы рекорд 55 дана. Мен және маған күлсе, онда мен бақытты боламын. Өйткені әлемде көптеген бақытсыз адамдар бар, деді Ашрита Фурман өз сұхбатында. Мұның бәрі не үшін, тіпті оның көңілді жазбалары да үлкен шешімділікті, шоғырлануды және физикалық дайындылықты қажет етеді, дейді. Ал осы рекорд иелерінің ішінде сізге қайсы рекордшы басқаларынан қатты таң қалдырды? Өз ойларыңызды пікір алаңға жазып қалдырыңыздар. Осымен бейнемізді аяқтаймыз. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.